Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте оңай, миксерсіз, пешсіз, сковородкада пісірілетін торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға құмшекерімізді, ұнымызды және 1 чайный ложка ванилинімізді саламыз. Оның үстінен 1 жұмыртқамызды және сүтімізді құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Газымызға орташа отта қойып, осылай араластырып тұруымыз қажет. Оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды салып, ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай крем пайда болуы қажет. Енді оны бөлек ыдысқа құйып, суығанын күтіп холодильникке қамырымыз дайын болғанша салып қоямыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және оның үстінен құмшекерімізді салып, венчикпенен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен ұнымызды ситадан өткізіп, 2 бөлікке бөле отырып, салып, венчикпен араластырып аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша какао салсаңыз да болады. Мен 2 чайный ложка какао салдым. Ыдысымызға 4 ас қасық балымызды салып, газымызға қойып, орташа отта үстінен 1,5 чайный ложка содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде осында реакция жүруі қажет. Оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымыздың үстінен құйып, венчикпенен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Басында осылай қаттылау болады, одан соң жұмсарып кетеді. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Енді алдын ала жақсылап қызып тұрған сковородкамызға 1 ожаудан құйып, 4 қорж пісіріп аламыз. Отымызға 2 минуттай қоямыз. Орташа отта болуы қажет. Осылай пісіріп аламыз 2 жағынан. 4 қоржымыз пісіп шықты. Жан жағын кольцомен кесіп, дайындап аламыз. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Формамызға ортасына кішкене ғана кремнің бөлігін жағып, қоржымызды орналастырып, оның үстінен 4 ас қасық кремімізді салып, қасығымызбенен жағып шығамыз. Дәл солай барлық қорждарымызды орналастырып аламыз. Соңғы қоржымызды орналастырып болып, холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Бізде 1 сағат өтті. Кольцомызды шешіп, кремімізді осылай тегістеп шығамыз. Жан жағына осылай кремдеріміздің артық бөлігін жағып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бүгін осылай печеньені блендерден езіп, үстінен әсемдеп шықтым. Жан жағына осылай 1 Қазақстан шоколадымызға 15-20 граммдай сливкиді қосып, водяной баняда ерітіп алып, жан жағына жағып шығамыз. Жан жағына осылай кивимен және осылай вишнямызбен әсемдеп шықтым. Достар, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалатын торт. Ешқандай миксерді қажет етпейді, және пештің де қажеті жоқ. Осымен біздің өте керемет, өте дәмді, ауызда еритін тортымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Қазір сіздерге кес көрсететін боламын. Қараңыздар, достар, өте жұмсақ. Бір жасағаннан мінсіз болып шығатын, өте нәзік, жұмсақ торт. Сіздермен болған Балнұр, барлықтарыңызға ас болсын.